Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте ерекше салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды осылай екіге бөліп, бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Мен бұл жерде бір дана қиярымды да осылай дөңгелекке турайтын боламын. Қызанағымызды да дәл солай ірілеу етіп осылай дөңгелек етіп турайтын боламын. Және консерва жүгерісінен бір ас қасық қосатын боламын. Қалауларыңызға қалай осылай ас көп қосатын боламын. Және бір ас қасық майонез қосып, жақсылап араластыратын боламын. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Дәмі өте керемет, осылай жақсылап араластырып, тарелкамызға салып ұсына берсек болады. Қарап отырғандарыңыздай көрінісі ерекше, көп зат қажет етпейді. Дәмі де өте керемет, өте оңай жасалатын салат. Міне біздің салатымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліңіздер және менің каналымдағы видеоларды достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.